сәлеметсіздер ме? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бізді мазалаған сұрақтар. Бүгінгі сабақта оқиғаның дамуын болжайсың, себебін түсіндіресің. Таныстырылым түрінде шығармашылық жұмыс ұсынасың. Осы біздің тақырыбымызға байланысты бізге орыс жазушысы беріліпті. Ол кісі Александр Романович Беляев 1884 жылы дүниеге келіп, 1942 жылы дүниеден озған ғылыми фантастикалық романдар жазған орыс жазушысы. Автордың «Қосмекенді адам» атты кітабы су астындағы өмір сүре алатын адам туралы. Бұл фантастикалық роман бойынша көркем фильм де түсірілген екен. Адам ұшуды қалай үйренді? Биікке түтін ғана емес, жылы ауа да көтерілетін адамдар ерте кезде ақ байқаған. Алғашқылардың бірі болып, жылы ауаны ұшу мақсатына пайдаланған ағайынды француздар Монголферлер еді. Олар мата мен қағаздан әуе шарын жасады. Оны жылы ауамен толтырған кезде әлгі шар қалқи жөнелді. Ол 500 метрдей биікке көтерілді. Бұл оқиға 1783 жылы болған. Ағайынды жігіттер бұл шармен түрлі жануарларды ұшырып көріп, кейін өздері де ұшты. Ал француз ғалымы Шарл әуе шарын ауадан жеңіл газ сутегімен толтырды. 10 минуттың ішінде шар 1000 метр биіктікке көтерілді. Осыдан кейін ақ әуе шарларының аспанға ұшуы жиілей бастады. Оны аэростат деп атады. Бірақ мұндай шармен ұзақ ұшуға болмайтын еді. Себебі ол ескен желдің еркінде болатын. Ал адамдар қайда барғысы келсе, сол жаққа ұшуды көкседі. Әуе шарын қайткенде басқарылатын етіп жасауға болады. 19 ғасырда орыс өнертапқышы Архангел желкенді қайық сияқты жоғары көтерілгенде жиналып төмендеген кезде жайылатын қанаты әуе шарының жобасын жасады. Бұл механизмнің бұл қозғалтқыш іске қосатын еді. 15 жыл өткен соң өнертапқыш Соковин аэростаттың қаңқасын жұмсақ емес, қатты ерекше қатырма қағаздан жасатты. Аэростатқа 2 руль бекітілді. Оның бір жерінен көтерілуге, екінші әрі-бері бұрылуға арналған. 1875 жылы орыс ғалымы Менделеев 11 шақырымға дейін, тіпті одан да биіктікте басқарылатын аэростаттың жобасын ұсынды. Мұндай биіктікте адамға ауа жетпей қалмауы үшін ішіндегі ауа сыртқа шығып кетпейтін арнайы бекітілетін кабина жасауды да ойластырған еді. 11 шақырымға одан да биікке ұшатын осындай аэростат стратостат деп аталады. Дирижабл басқарылатын аэростат, бірақ онымен ұшу әлі де қауіпті еді. Өйткені оның ішкі қабатымен жұқа матадан жасайтын, оны сәл ғана ұшқынна лап ете түсетін сутегі газымен толтыратын. Сондықтан өте қауіпті еді. Кейбір адамдар қанат байлап биік жерден секіріп те көрді. Кейбіреулері ауадан қалықтады да. Осылайша қанатты, бірақ қозғалтқышсыз ұшу аппараты планер пайда болды. Алғашқы планердің үлгісін атақты суретші Леонардо да Винчи жасағаны белгілі. Ең алғашқы планер өте қарапайым еді. Олар батпырауыққа ұқсайтын. Мүмкін сен оның қалай ұшатынын байқаған шығарсың. Планердің не бір түрі жасалды. Олардың сыңар қанаттысы да, қос қанаттысы да, үш қанаттысы да триплан бар. Дегенмен планері өзін әуеде демейтін ауа толқынынан жылдам ұша алмады. Ал адам желден де жылдам ұшып мыңдаған шақырым жерде шарлағысы келді. Мәтіннің түрін анықтаңдар. Ертегі, әңгіме, мысал, танымдық мәтін. Қайсысы?